өткен тақырыптар бойынша білімімізді қорытындыладық. Енді бүгінгі сабағымыздың негізгі тақырыбы бұл өкпенің тіршілік сыйымдылығы. Өкпенің тіршілік сыйымдылығы, сол бойынша біз бүгін зертханалық жұмыс жасаймыз, балалар. Ендеше қазір мен сендерге зертханалық жұмыс парағын таратамын. Осыған сендер бүгінгі күнді жазып, өздерің аты жөндеріңді жазып, ең бірінші зертханалық жұмыстың жұмыс істеу барысымен не істейміз, балалар? Танысамыз. Ала қойыңдар, жылдамдатып толтыра қойыңдар, аты жөндеріңді. Иә. Екінші жағына жаза беріңдер. Так, топ жетекшілері, жаңағы қорытындыны белгілеуді ұмытпаңдар. Балдарды қойыңдар. Енді балалар, мына жерде бізде өкпелік сыйымдылығын зерттеу деген зертханалық жұмыс бар. Бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты біз не істейміз, балалар? Өкпелік тіршілік сыйымдылығын анықтаймыз. Соған байланысты кәрі жұмыстың барысын ең бірінші жақсылап тұрып, танысып, оқып шығыңдар. 2 минут уақыт берем. Жақсылап тұрып оқыңдар, танысып, түсінікті етіп. Оқимыз кәнекей. Міндетті түрде өздерің білесіңдер. Содан кейін жұмыстың барысын қараңдар. Так, оқи қойыңдар. Ал кәнекей кім айтам деді? Жұмысты қалай жасайды екенбіз? Кім айтам деді? Әлі оқып болған жоқсыңдар ма? Айсұлтан айтып көрші. Паскалс параметрінің жұмысымен танысу. Одан кейін? Екінші. Мунштукты спирометрға жалғау. Жұмыс жүргізуге 2 немесе 3 адам қажет. Жақсы. Демалу тек мұрын арқылы ғана іске асады, өте жақсы. Тынысты ұстап тұрып, мунштукты тіспен еріне тығыз орналастыру керек, өте жақсы. Одан кейін? Қатысушы 4 рет қалыпты тыныс алып, тыныс шығарып, артынша терең тыныс алып, және бар перменмен сыртқа шығарады. Бұл өкпе сыйымдылығын өлшеу үшін 2 рет тыныс алу мен тыныс шығару керек. Жақсы, өте жақсы. Және де? Әртүрлі қатысушының өкпенің тіршілік сыйымдылығы көрсеткіштерін дәптерге жазу. Жақсы, отыра ғой. Өте жақсы, балалар. Бәріміз түсіндік па, балалар? Қалайынан жұмыс жасаймыз, Енді, балалар, осы жұмыс кезінде біз қауіпсіздік техникалық ережесін сақтауымыз керек. Егер қауіпсіздік техникалық ережесі бойынша не істеуіміз керек, балалар? Қараңдар, сол жерін бір қараңдар. Жанасыл не дейді қауіпсіздік техникасы? Жанасыл не дейді? Сабақ барысында және биологиялық кабинет. Оны қарамай өзің айтсайшы, жаңа оқыдың ғой. Сақтау керек. Одан кейін. Өз сөзіңмен айт. Одан не істеуіміз керек? Мунштукты дезинфекция жасаймыз, мунштуктарға. Не себепті дезинфекция жасаймыз, балар? Бұл себебі? Бір-біріміздің ауруымыз. Өте жақсы. Өйткені тыныс алу мүшесімен демалатын болғандықтан, ондағы бір-бірімізге не істемеу керек? Жұқпау керек. Әрі қарай не істейміз? Одан кейін? Егер жүрек, тыныс алу мүшелерімен ауыратын балалар, оқушылар болса, олар не істеу керек дедік біз? Онда олар жұмысқа қатыспай, тек қана оқушылардың алған мәліметтері бойынша әрі қарай қорытынды талдау жасау керек екен, балалар. Жақсы, отыра ғой. Ендеше біз жұмысымызға кірісейік. Так, балалар, бағдарламаны қостық. Енді қазір сендер қарасыңдар, зертханалық жұмыстың екінші бетін ашыңдар. Бұл жерде сендерге қазір қатысатын оқушылардың тізімі жазылады. Қазір балалар шығып қатысасыңдар. Одан кейін артында әртүрлі сұрақтары берілген, одан кейін қорытындысы берілген. Біз соны толтыруымыз керек. Қазір мінекей жұмыс жасайық. Неге істемей қалды? Жоқ, ана қайта шығып тұрды, соны айтам. Так,
Кім шығады балалар? Дияр келші. Қазір Дияр істейсін өзі, ана оқушылар істесін деп жатыр. Мә, өзің қоса бер. Так, мундштук қайда? Мундштукты ал ана жерде. Оған дезинфекция жасалған. Мундштукқа қайсы мундштук деген ала ғой? Иә, жақсы. Мына уже зарядкасы толды ғой деймін. Осы мешать етпей үшін. Оған соны тастайық, иә? Так, қостың ба? Шаблон таңдадың ба? Болды ма? Жақсы. Ал балалар қарайық. Неге қатып қалдың? Неге қатып қалдың? Сен деп тұрсың, Дияр. Істей бер, жақсы. Уақытты қарайық. Қатты тыныс ал. Шығар. Жақсы. Тоқтаттық. Жақсы. Бізде Дияр нетті. Дияр көрді, көреген қазір. Бұған пока Дияр деп белгілейік, е, балалар, бірінші. Белгіліші өзің. Так, не қайда кетті? Жаз өзің. Д деп жаза салайық басқа әріпті. Жоғар жағына Д деп жаза сал. Бір рет қана, жай ғана нетсең болды. Жақсы. Окей. Отыра ғой, Дияр. Келесі балалар, бізде бір қызы балалардан біреу шықсын, кім шығады? Айзат, келші. Сендер балалар дәптерлеріңе жазыңдар, бірінші Диярды жазыңдар. Ой, дұрыс айтасың, мен уже, мінекей, өте жақсы қауіпсіздік ережесін сақтап жатырмыз. Мен бастайын, сен істей бер. Өйткені елдерге көрінсін. Ал, давай, бастай бер. Бірінші 3-4 рет жай тыныс алып, тыныс шығарамыз. Сосын терең тыныс аламыз. Не болды? Неге? Бастай берім. 0-ға кетіп қалды ма? Ал, давай. 1, 2, 3. Иә. Жай тыныс алып, тыныс шығарамыз. Жақсы, өте жақсы. Енді қатты терең тыныс ал. Тыныс ал. Тоқта. Кетіп қап жатыр деген болмайды ойында. Қайтадан. Ал. Өте жақсы. Жақсы. Енді терең тыныс ал. Енді түгелдей шығар. Өте жақсы. Жақсы. Ал өзіңді белгілей қой. Басқа әрпіңді ғана жаза сал. Сохранить еттің ба? Сохранить ет. Өте жақсы. Отыра ғой. Қазір балалар біз оны салыстырамыз. Әрі қарай бізде балалар үшінші біз сендерден жасы ұлғайған бір адамды шығарайық, е балалар? Сіз шыға алмайсыз, сіз шығыңызшы. Жақын отырсыз ғой әйтеуір. Келіңіз. Мәңіз. Мундштукты балалар түгелі залалсыздандырылған. Дезинфекция жасалған, мінекей тазасымен істеп жатыр. Мен қосайын, сіз осылай тұрып істеңіз. Балалар қарайық. Қазір салғастырамыз. Ал бастайық. Ойбай, бас. 3-4 рет жай тыныс алып, тыныс шығарамыз. Одан кейін терең тыныс аламыз. Одан кейін шығарамыз. Жақсы. Қайтадан қалыпты тыныс аламыз. Өте жақсы. Өте жақсы. Нешінші сіздікі? 5-ші. Прогонал өзіңіз сақтаңыз. Диана деп. 5-ші. Мынаны басыңыз. Өте жақсы. Балалар енді бері қарайық. Бізде мұна жерде, қараңдар, мұна жерде бізде бізде Дияры болды, одан кейін Айзаттікі нешеді? 3 па, 4 па? 4 болды. Қарайық. Иә, 4 болды. Не кетпей қалды?
Енді балалар қарайық. Енді біз бірінші айзаттікін қарайық. Мінекей, айзаттікін қарайық. Айзатта қарандар жоғарғы, төменгі, жоғарғы, екі среднийді алайық, иә? Орташаны алайық. Қанша болып тұр айзаттікі? Мінекей қарандар. Енді балалар сендер жаңа фамилияны жаздыңдар. Ендеше бірінші бізде ауа көлемдері қандай еді? Ауа көлемдері қалай бөлінуші еді? Иә? Қалыпты жағдайдағы, мен қысқартып жазайын. Қалыпты жағдайдағы ауа көлемі, қарап отырыңдар. Екінші, қосымша ауа көлемі, содан кейін жақсы, қордағы ауа көлемі, сосын кейін қалдықтың санау, иә? Қалдық көлем деп жазады, ауа көлемі. Енді балалар, бізде өкпенің тіршілігінің сыйымдылығын анықтар кезде мен сендерге айтқан болатынбыз, мынау 3 ауа көлемін ғана аламыз деп. Ендеше бірінші кісінікін қарайық, айзаттікін қарайық. Айзаттың ауа көлемін қараймыз. Қанша болып тұр балалар? 2-ді, мына жерде мінекей айзаттікі қайда кетті өзі? Жасыл ғой, иә? Қызыл. Енді қарайық. Ауа көлемін егерде, мына жерде балалар қарандар, мынау 4 нүкте, қалыпты жағдайда тыныс алғанды егерде біз шығаратын болсақ, қарандар, бұны тауып алайық. Жарайды, біреуін күн көрейікші. Ал. Нешеге тең болып тұр балалар? Қалыпты жағдайда тыныс алғаны? 2-ді 5, одайын аласыңдар, 500 грамм болып тұр. 2-ді 5-тен 200 аласыңдар, 500 грамм. Қалыпты жағдайда айзаттікі 0,5 литр. Мынау немесе литр сантиметр куб деп алайық, жарады. 0,5 литр. Келесісін қараңдар. Қосымша ауа көлемі дегеніміз не болар? Қосымша ауа көлемі. Қалыпты тыныс алғаннан кейін, терең тыныс алған, иә? Ендеше айзаттікі мінекей қосымша тыныс алу мына жерде тұр, иә балалар? Біз ендеше осы жерде белгілейік. Қазір балалар. Мінекей біреуін белгіленген қалғаны шыға береді бізде. 2-ді 800-ден 2-ді 100-ді алып тастаймыз. Қанша болады сонда? Одан средний 100. 2-ді 7 болмайды, 1-ді 7 болады. 1-ді 7 болады. 1-ді 700 сантиметр куб. Одан кейін қордағы көлем дегеніміз не болар? Тыныс алып, қалыпты тыныс алғаннан кейін шығарған. Мына жерде қордағы тыныс алу қайсысы болады балалар? Иә? Міне тыныс алған, тыныс шығарған. Көрдіңдер ғой, иә? Ендеше осы жерді белгілейміз біз қазір. Ауысып кетіп тұр ма? Ой. Мінекей, иә? Ауысып кетті, иә? Ештен кетпейді. Қараңдар. 2-ді 38, 0, 231. Сонда қанша болып тұр? 2-ді 100 болып тұр. 2-ді 100 болып тұр. Сантиметр куб. Енді біз өкпенің тіршілік сыйымдылығын есептеу үшін бізге осы 3 көрсеткішті не істеуіміз керек болар? Қосайық. Қанша болады? Қосыңдар. 3-ті 800, оған 500 қосасыңдар. 4-ті 300. Мен бірінші есептеп қойдым балалар. 4-ті 300 литрға айналдырайықшы. Сендерге түсінікті ғой. 4 литр 300 грамм болады. Бәрінде солай ма? Ал ендеше екінші баланыкін біз өзіміз есептейік. Мен сендерге көрсетіп тұрам. Мына жерде енді айтып кететін. Қалдық ауа көлемін мен неге айтпай тұрмын балалар? Қалдық ауа көлемі дегеніміз не? Ол адам қайтыс болғаннан кейін. Ал айта қойшы. Қалдық ауа дегеніміз ол адам қайтыс болғаннан кейін оның өкпесінде қалатын ауа. Өте жақсы. Иә. Көлемі қанша дедің? 1 литр. 1-1-де 200 болады, иә? Адам қайтыс болғаннан кейін оның өкпесінде не қалады екен балалар? Ауа қалады екен. Қайтыс болғаннан ауаның барлығы бірден сыртқа шықпайды. Ол өкпеде қалатын ауа көлемі. Біз оны өкпенің тіршілік сыйымдылығына оны қоспаймыз. Жақсы ғой. Жақсы балалар. Кәнекей екіншісін өздеріңіз есептеңдер. Жылдам. Бізде екінші кім болды? Бірінші прогонмен жұмыс жасайық, иә балалар? Бірінші прогонмен жұмыс жасаңдар, кәнекей.
диарымен. Бірінші қалыпты ауа көлемін тауып алыңдар. Мен белгілеп тұрайын, сендер қарап өздерің есептеңдер. Міне. Шығып кетіп тұр. Қалыпты ауа көлемі дегеніміз міне мына жер. Так. Ой. Қараңдар, қанша болып тұр? 2-ді 600-дан 1-ді 300 алып тастайсыңдар. Қанша болады балар? 600, е? 600 болады. Ал жазыңдар екіншісін. Неге? 600 болады ғой балалар. 600. 0,6 немесе 600. Қасына жаза берейін ба? 600 сантиметр куб. Немесе бұл 0,6 литр. Әрі қарай келесін қараңдар. Қосымша жоғарыдан алам ба, төменнен алам ба? Қосымша қалай? Жақсы. Жоғарыдан аламыз. Қазір белгілейік. Мысалы, қосымшаны мына жердікін алайық. Иә, балалар, қосымшаны. Ой. Ауысып кете береді бұл. Ауыса берсін, оған алаңдамаңдар. Істей беріңдер жұмыстарыңды. Қосымшаны былай алайық. Балалар, мен дұрыс алып тұрмын ба? Қате алып тұрмын, иә? Қосымша не істеу керек? Ауаны біз жұтқандағы болу керек. Мен қателестім. Қарайық. Қазір. Ау. Қазір. Ештен кетпейді. Қайта шығып тұр ғой. Окей. Балалар, мінекей, көріне ма? Ал, есептеңдер, қанша болады? 2-ді 700, 2-ді 300, сонда қанша болып тұр? Аз жұтыпты, 400. 400 сантиметр куб. Үшіншісін табыңдар, қордағы ауа. Иә, төмен түскендегі. Ал қанеке, мынаны көрейік біз. Сендер ана кестелерін толтырып отырыңдар, балалар. Қазір. Ештен етпейді. Бәрін бұлай қарай алып тастаймыз ғой, жұмысым ешет етпей. О. Қазір. Неге ауыспай қалды? Бұндай техникалық ақаулар болады, балалар, оған саспаймыз. Соны алып тастай қойып. Болды. Так. Басып тұрмын. Үстіне баспай. Міне. Қанша шықты балалар, қарандар? 2-ді 200, 1-ді 100 шықты. 1-ді 100 жазыңдар. Сендерге тақтада көрінбей ма деп жатырмын. 1-ді 100 шықты. Сонда тіршілік сыйымдылығы нешеге тең болады балалар? Қаншаға тең болады? 2100-ге тең болады. 2100 литр. Жақсы. Үшінші адамдікін көрейік. Бізде ол нешінші прогон болды? Диана, сен 4 болды ма? 5 болды ғой деймін. 5 болды. 5-ті көрейік. Жылдамдатып қарайық балар. Бірінші, біз не істейміз? Қалыпты жағдайды есептейік. Қанша болды? 2-ді 400-ден 1-ді 700 аласыңдар. Қанша болды? 700. Нағысын көбейіп кетті ғой. 700 литр. Екіншісі қосымша, қарандар. Қосымша. Қанша болып тұр? 1-ді 800. Сендерге көрінбей ма деп айтып жатырмын, кәр өздерің есептейсіңдер. 1-ді 800 литр. Қордағын қарайық. Қордағын қарайық. Біз мұна жерді аламыз енді. Қордағы төмен түскендегі, е балалар, қараңдар, 2-ді 200-ден 500 аласыңдар, қанша болады? 1-ді 700 болады. 1-ді 700. Ал есепте қойыңдар. Сонда өкпенің тіршілік сыйымдылығы қанша болады екен? 2-ді 400, 3-ді 200, 4-ді қанша болады? 4200 литр болады. Жақсы балалар. Бірінші адамдікі бізде қанша болды? 2100 болды. Екінші адамдікі қанша болды? 4200 болды. Үшінші адамдікі? Балалар, неге айырмашылық бар? Неге деп ойлайсыңдар? Неге айырмашылық бар?
Ал айтшы, айтып көрші өз ойыңды. Өйткені әр адам бірдей тыныс ала бермейді. Әр адамның тыныс алуы әртүрлі болады. Неге? Неге деп ойлайсыңдар? Неге байланысты? Қандай факторларға байланысты? Ал айтып көрші өз ойларыңды. Қорықпай айта беріңдер, не ойлайсыңдар? Мен ойлаймын, спортсмендерде өте ауа. Иә, 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 иә. Спортпен шұғылданады. Өте жақсы. Ауаға өкпеге яғни ауа көп тиеді. Өкпеге ауа көп сияқты. Ал сен қандай ойды айтасың? Мысалы, шылым шегетін адамдардың да Шылым да әсер етеді екен, иә балалар, тыныс алуға, иә? шылым шеккен кезде никотиндар қан тамырларға еніп, Никотиндар, иә? мүшелеріне зиян береді. Бұдан өкпенің тіршілік сыйымдылары Жақсы, жақсы балалар. Қазір біз зертханалық жұмысты ары қарай қорытындылай беріңдер. Берілген сұрақтарды өздерің жаза беріңдер. Балалар, енді сендер білесіңдер, тыныс алуды біз 7-ші сыныпта бір өттік, иә, тыныс алу тарауын. Енді 7-ші сыныпта біз өсімдіктердің тыныс алуын көрген болатынбыз. Енді қазір біз салыстырмалы түрде өсімдіктердің тыныс алуын қалай жүзеге асады екен, бізге қазір Кәусар көрсетеді. Келе ғой, Кәусар. Жылдамдат. Жылдамдат, кел. Сохранить етейін ба? Сохранить етпей қойшы, уақытын көп кетіп қалады. Новаяға бара берейік. Мә, жылдамдат, тез. Міне датчик. Біреу мынау. Біреу қайда қалды. Қоса бер ананы. Қос, жылдамдат. Мә. Сен не көрсетейін деп жатсың? Кәусар, айтшы. Мен қазір өсімдіктердің тыныс алатынын дәлелдеймін. Яғни өсімдіктер тек қараңғыда ғана тыныс алады. Олар жарықта фотосинтез үдеріс жүреді. Жақсы. Қасқасына қосылсын. Ал. Жақсы, ана қосылсын. Қазір. Қосылды ма? Аха, жақсы. Енді, мына жерден ет. Таңда, жылдамда айтайық, жылдам. Аха. Бірінші нені қарайсың? Бірінші не көресің, айта бер. Бірінші, мен бос құтыдағы Иә, бос құтының ішіндегі. көмірқышқыл газын Жақсы. Мен дайындап тұрайын, жылдамдат. Көмірқышқыл газы қанша? Қараймыз. Екінші датчикті де сразу қос. Екеуін де бірде қос, әкел. Балалар, мынаның біреуінің ішінде оттегі, біреуінің ішінде көмірқышқыл газы бар. Әнеге үшеу қосылып кетті. Үшіншісі немене қосылып тұр жаңа біреу? Енді қосылды, жақсы. Қарайық, жақсы. Настай тұр. Қаншаны көрсетіп тұр балалар? Прогон. Неге? Бірінші прогон. Жақсы. Енді балалар қарап отырыңдар, біз келесісін етеміз. Келесісін көрейік. Окей. Екеуін көрейік. Енді бізде неменесін анықтаймыз? Қараңғыда өнген тұқымның көмірқышқыл газымен оттегі. Жақсы, жылдамдатып сразу. Көмірқышқыл газын бірден шығармаймыз. Балалар, неге қараңғы жерге қойдық біз? Өнген тұқымды. Иә, жарықта өйткені фотосинтез процесс жүреді. Қараңғыда өсімдіктер не істейді балалар? Тыныс алады, иә? Соған байланысты. Қарайық. Жақсы. Стоп. Ары қарай кеттік. Көрейік. Окей. Ал ауыздарын жаба бер. Балалар, енді қарайық. Қазір бізде уақыт тығыз. Бірінші, екінші прогонды қарайық. Мінекей. Екінші прогон бойынша бізде мынау балалар көмірқышқыл газы қарандар. Мынау қосылып тұр екен ғой бізде жаңағы. Енді сордық, иә? Көмірқышқыл газы қарандар. Қанша? Орташа мынау қозғалмады ғой. 100-де
жүзде 120. иә 120 деп алайықшы ал. Екінші прогон. Мінекей. Мынанікі қанша? Оттегінікі 4-та 600, жоғарғысы 10-да 38, орташасы 6-да 408. Бұдан нені көреміз? Бұдан нені көріп отырмыз екен салғастырған? Бос құтыда керісінше оттегі көп болып, көмірқышқыл газы аз болады. Ал өсімдіктерде, яғни өнген тұқымда көмірқышқыл газы көбейіп, оттегі азаяды. Яғни өсімдіктер тек қараңғыда ғана тыныс алады. Өсімдіктер, яғни қараңғыда жануарлар сияқты тыныс алады екен. Өсімдіктер тыныс алған кезде көмірқышқыл газын жұтады екен де, оттегін шығарады екен. Жақсы ма? А жарықта өсімдіктер не істейді балалар? Фотосинтез процесс жүреді. Фотосинтез процесс дегеніміз не еді? Өсімдікке, иә? Қандай газ бөлінуші еді? Көп мөлшерде, иә, оттегі газы бөлінетін. Неге ұйықтап отырмыз балалар? Кішкене сергек отырайық. Әрі қарай кеттік балалар. Енді қазір біз зертханалық жұмыс дәптерлеріндегі мынау сұрақтарға жылдам ауызша жауап берейікші. Әртүрлі жастағы физикалық белсенділікті қатысушылар өкпенің тіршілік сыйымдылығы қалай ерекшеленеді дейді. Ал не жаздың? Шөмір және басқа да зиянды заттар шегетін адамдарға никотин қан тамырларының таралуына себепші болады және тыныс алу мүшелеріне көп зиян келтіреді. Темекі түтініне тыныс алу жолдарын қабынады. Жақсы, отыра ғой. Келесі балалар, өкпенің тіршілік сыйымдылығы денсаулықты бағалауға неге маңызды? Не себепті біз өкпенің тіршілік сыйымдылығын өлшейміз? Не себепті? Ал айта ғой. Егер өкпенің тіршілік сыйымдылығы аз болса, ендеше ол адамның тыныс алу мүшелерінде бір ауыр мүмкін. Иә. Көп болса, ендеше оның тыныс алуы сау. Жақсы. Ендеше бізде өкпенің тіршіліндегі неғұрлым жоғары болатын болса, онда адамдардың денсаулығы жақсы деген сөз, иә? Жаңа айтып отырмыз ғой, никотин әсер етеді деп жатырмыз, иә? Әртүрлі факторлар әсер етеді. Ауыратын адамдар, мысалы, жүрекпен ауыратын адамдарда көбінесе немене? Тыныс алу өте жиі болады. Жақсы балалар, енді біз сабағымызды қорытындылау мақсатында қазір сендермен біз сәйкестендіру қайда кетеді? Ой, қоса берші уақыт. Бәрі сәйкестендіру сабағымызды қорытындылайық балалар. Жаңа біз 3 минут кеш бастап қойдық, сондықтан рұқсат етерсіздер, 3 минут уақыт жейміз. Сәйкестендіруге. Енді балалар осы жерде қосылғанша айта берейік, өкпеге байланысты. Өткенде мен сендерге бір сұрақ бергем, сендер жауабын таппадыңдар ғой деймін, иә балалар? Жаңа туған нәрестенің өкпесінде неге ауа болмайды деп. Жауабын таптыңдар ма осының? Үйге берілген тапсырма еді. Неге болмайды екен? Себебі өкпе жаңа туған нәресте іште жатқанда балалар, оның өкпесінде 200 миллиграммдай су болады екен. Одан кейін ол анасының қолайлы жерде жатқан бала шыр етіп дүниеге келген кезде сыртқы ортаның суығына не істейді екен? Тітіркенген кезде бірден демалып, оның өкпесіне ауа толады екен. Бұл жаңағы медицинада дәлелденген екен балалар. Жақсы, әрі қарай сабағымызды қорытындылайық. Бері қарай. Бірінші, адам терең тыныс алып, тыныс шығарғаннан кейін ауа көлемі. Келе ғой, кел, жылдамдатып. Кім біледі, жылдамдатып сәйкестендірейік. Келесін қараңдар. Өкпе қабынып, өкпенің тіршілік сыйымдылығы азаяды. Кел. Кім біледі, келе беріңдер жылдамдатып. Ал келе ғой. Ағза мен қоршаған орта арасында газ алмасу. Кім біледі, келе қоя беріңдер. Қабырғаларды көтереді, өкпені алға және жан жағына жылжытады. Ал келе ғой. Келе ғой. Келесі сұрақты қарай беріңдер балалар. Сырты 2 жапырақшадан тұратын өкпенің жұқа қабықшасы не деп аталады? Келе ғой. Келесі сұрақты қарай. Адам қайтыс болғаннан кейін өкпеде қалатын ауа мөлшері. Келе ғой. Жылдамдат.
Келесі, адамның қалыпты тыныс алып артынша терең тыныс алғанда 1,5 литр ауаны жұтуы. Қандай тыныс алу көлеміне жатады? Ал Жанасыл, ал келе ғой, қайсың білесіңдер? Кел, жылдамдат. Одан кейін адамның қалыпты тыныс шығарғаннан кейін шығаратын ауа мөлшері. Қордағы тыныс алып келіңдер. Кім? Назерке келе ғой. Өкпенің тіршілік сыйымдылығын өлшейтін аспап. Ал келе ғой. Ау. Қордағы дегенде басқа жерге бөлінеді. Тыныш. Сен біліп отырсаң болды. Шыдам қойсашы деседің. Келесі, отыра бер. Сен ше қате істедің, отыр. Ал топ жетекшілері бәрін белгілеп отырамыз. Келесі, көмірқышқыл газын бөліп шығарады да оттекке қанығып, үлкен қан айналым шеңбері арқылы тарайды. Ал келе ғой. Адамның қалыпты жағдайда 0,5 литр ауаны жұтып, сонша шығаруы. Келтияр, жылдамдат. Әрине, енді бізде қалған қайсысы қалды? Екеу қалыпты ғой әлі. Жылдамдат. Тиіспендер айтпаңдар, сендер кәр қателіктің барлығы шығады ғой. Жаңа туған сәби 60 рет, ересек адам 16-18 рет тыныс алу қозғалыстарын жасайды. Ал келе ғой. Қазір кімнің жауабы дұрыс екен, қате екен, соны көресіңдер балалар. Жақсы. Ал енді қарайық. Әркім өз жауабын не істейміз? Тексереміз. Мынаны кім орындады? Жақсы балалар. Топ жетекшілері белгіледіңіздер ғой, балдарын қойдық қой. Балалар, сонымен біз бүгін өкпенің тіршілік сыйымдылығы деген зертханалық жұмысты жасадық. Ондағы негізгі зертханалық жұмысымыздың мақсаты, сабақтың басында айттық, өкпенің тіршілік сыйымдылығын анықтау болатын. Біз оны анықтадық, есептедік, өкпенің тіршілік сыйымдылығы не екенін білдік. Балалар, әлі де болса да бұл білімді әрі қарай жалғастырамыз. Себебі бізде 9-шы сыныпта осы тарау тағы бар. Тағы біз тыныс алу тарауын әрі қарай тереңдетіп, әрі қарай жалғастырамыз. Енді балалар, бүгінгі сабағымыз бойынша кім не түсінді? Ендеше рефлексия жасайық. Рефлексия өздерің білесіңдер, бізде бағдаршам әдісі бойынша бұл жерде бізде жасыл қосылды ма? Жасыл бізде қосылып тұр ма? Жасыл жақсы түсіндім. Біреуге көмек бере алам. Екінші, сары бізде толық түсінген жоқпын, сұрағым бар деген, қызыл мүлдем түсінбедім деген сөз. Келіп өздеріңе белгілей қойыңдар. Бәрі шығып өздеріңе белгілеп шығыңдар. Жылдамдатайық балалар. Жылдам өздеріңе белгілеп, сосын отыра беріңдер. Мәссаған, барлығымыз түсіндік қой. Сабақты толық түсіндік па, балалар? Сұрақтарың бар ма? Үйге тапсырма. Үйде тыныс алудың маңызы деген тақырыпта есе жазып келеміз келесі сабақта. Сұрақтарың жоқ па? Ендеше қонақтарымызды шығарып салайық. Сау болыңыздар. Жақсы.